Порогтың көтерілгенінен адамдар алаяқтар былайша айтқанда қалай пайдаланып жатыр. Порог көтерілді деп енді инвестициясы барларға бұл ұсыным қатысты инвестицияны өтірік қолдан жасап жатыр. Бірақ қазір өтірік жасағанмен де инвестиция Каспийдегі былай қағазды қолдан жасауы мүмкін, бірақ Еговтың ішінен инвестицияны қолдан жасай алмайды. Былай өтірік қағаз әкелгенмен біз тексереміз. Еговтан кіріп мен өзім мүгедектік анықтамасын аламын. Ол жерде жоқ болса, значит ол алаяқ, өте алмайды болса. Сосын именно инвестициялар өткізгенде мысалы үшін көп адам 7 миллион ақшасы болып тұрып 6 миллион өткізіп 1 миллион изотияға алып қолданғысы келеді да. Сондай кезде инвестициясы бар адамдар 2 жыл 5 жылда алмаңыздар. Егер сіздердің жастарыңыз сол 50-ге жақындап қалған болса, немесе 50-ден асса да, именно инвестициясы барлар 5 жыл 2 жыл гарантный период алмаңыздар. 10 жыл, кемі 10 жыл алыңыздар. Мүмкіндік болса, енді кішкене сумма жоғарылау болады, көбейткен сайын 15 жыл алыңыздар. Сонда страховой компанияда ақшаларыңыз қалып кетпейді, сіздер даже артығымен алып кетесіздер ақшаны. Көп жерде осылай адамдар білмейді деп тек бонуспен қызықтырып 1 жылға есептейді, 6 жылға есептейді деп айтады. Ол дұрыс емес. Сол үшін қайдан өтсеңіздер де, главный мүгедектігі бар адамдар алданып қалмаңыздар. Мен айтар едім, 2 жыл гарантия период алуға болады. Ол адам 40 жасқа толмаса, зиянды жер жасаса, 2 жыл алуға болады. Өйткені ол жұмыс жасап тұр, әлі жас, 2 жыл сайын страховканы ауыстырғаны ақшасы онысымен жетеді. Ал енді зиянды жерде жасамағандарға да солай, именно инвестициясы барларға гарантный периодты кемі 10 жыл алыңыздар. Сіз үстінде кішкене 200-300 мың ақшаны, оны өзіңіз рахатыңызға қолдарыңыз өзіңіз жинаған ақшаны кредит жабамын, тағы бірдеңе ипотека жабамын. Ипотека ол кредит, олар ешқашан бітпейді. Сіз өзіңіздің желініп қымбайтын жағыңызды ойлаңыздар. Сосын адамдар сізге жібере ма, міндетті калькуляторға салынған түрін суретке түсіп солай жіберсін. Былай қолға жазғанға сенбеңіздер. Өйткені договорға отырып алғаннан кейін сіз ештеңені бұза алмайсыздар. Өйткені сіз договорға отырып қойдыңыз. Аннотека өткізіп беремін деп осылай алдап тек өткізіп жіберетіндер де қазір моменттен пайдаланып қалып жатыр. Аннотека бәрі өте алмайды. Бірінің жасы келмесе, бірінің суммасы келмейді деген сияқты сіздерге ең выгодный период аннотека өту үшін тек қана мүмкіндік қолдан келгенше жақсы зарплатасы бар жұмыс жасап, егер ИП-ңыз жұмыс жасап тұрса, зарплатадан 1 миллионға жетіп 100 мыңнан айына салып отырыңыздар. Солай қанша көп салса сонша өзіңізге жақсы. Порогыңызды қуып жете алмайсыздар, бірақ жете алатындар да бар. Хотя бы 40 жасқа келгенде аннотека өтіп 25 жастан пенсияға шығып алу мүмкіндікке ие боласыздар. Қазір болмаса да 5-10 жылдан кейін. Ақпараттың пайдалы болып тұрмын, аннотека өткіңіз келсе маған WhatsApp-қа жазыңыздар, тегін услуга, консультация тегін. Тек өтетін жасаңыздар болады. Менде аннотека жайлы пайдалы ақпараттар өте астында көп, бәрін қарап түсініп алғаныңызды қалар едім. Рахмет барлықтарыңызға.